Армысыздар, назарларыңызда агроөнеркәсіптік кешен бағдарламасы. Мал шаруашылығында өсім бар. Жалпы өнім шығару 3,9%-ға, оның ішінде ет өндіру 5,5%, сүт өндіру 3,2%-ға артып отыр. Мал шаруашылығы өнімін өндіруге бұл өсім мемлекетті қолдау шараларымен тікелей байланысты. Бүгінгі бағдарламада осы туралы айтамыз. Қазақстан агроиндустриялық ел. Ауыл шаруашылығы өндірісінің деңгейі барлық қазақстандықтардың әл-ауқатына тікелей әсер етеді. Қазақстанның әр өңірінде мал шаруашылығының өзіне тән саласы дамыған және ол климаттық жағдайларға байланысты. Солтүстік өңірлерде шошқа шаруашылығы және сүтті мал шаруашылығы басым. Оңтүстік бөлігінде етті мал шаруашылығы, қой шаруашылығы, жылқы және түйе шаруашылығы. Елдің батыс және шығысында етті мал шаруашылығы және жылқы шаруашылығы. Ал құс шаруашылығы барлық өңірлер бойынша біркелкі бөлінген. Түйенің негізгі басы Атырау, Маңғыстау, Қызылорда және оңтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Шығыс Қазақстан облысында 4 шаруашылық марал өсірумен айналысады. Олар жыл сайын 8 тоннаға жуық құрғақ панта шығарады. Сонымен қатар маралдан күдері өндірісі үшін қолданылатын тамаша былғары шикізат алынады. Қазіргі уақытта Қазақстанда қаржылық қолдау шараларының мынадай түрлері бар. Субсидиялау, лизинг, сақтандыру және несиемен салықтық жеңілдік. Ауыл шаруашылығын несиелендіру нарығында Қазагро ұлттық компаниясы, акционерлік қоғамы қаржы институттары басым. Олар сыйақы мөлшерлемелері бойынша кредит беру және лизинг кредиттерін нарық бағасынан айтарлықтай төмен ұсынады. Займы выдаются по прямому кредитованию. Импорттық ірі-қара мал сатып алуға қарыз субсидияларды есепке ала отырып, жылдық 6%-пен тікелей кредиттеу бойынша беріледі. Несиелік серіктестіктердің соңғы қарыз алушылары бойынша субсидиялауды есепке ала отырып, жылдық 4%-пен ұсынылады. Бағдарлама 2018 жылы маусымда басталды. 1,5 жыл ішінде аграрлық кредиттік ұйым 400 фермерлік шаруашылықты қаржыландырды. Олар шамамен 42 миллиард теңгеге 63 мың бас импорттық ірі-қара сатып алды. Ал келесі жылы 80 мың бас ірі-қара сатып алуға 59 миллиард теңге қарастырылған. Банктер жоқ аудандардың тұрғындары Қазақстан бойынша қызмет көрсететін несиелік серіктестіктердің жұмысын оң бағалап отыр. Олар арзан несие ұсынады, халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етеді және ауыл тұрғындары үшін ең қолжетімді қаржы институты. Фермерлер несие кооперациясы географиялық жағынан тиімді деп отыр. Халықаралық тәжірибені талдау, кредиттік кооперация жүйесін одан әрі дамыту қолданыстағы тетіктерді жетілдірумен және жаңа тетіктерді енгізумен байланысты екенін көрсетеді. Бүгінгі күні жеңілдетілген несие беру неғұрлым перспективалы салалар мен басым бағыттарды дамытуды ынталандыра отырып, ауыл шаруашылығы қызметінің барлық түрлерін қамтиды. Несиелеудің жеңілдетілген режимі жаңашылдықтар енгізіп, жұмысын жаңа бастаған фермерлер, шаруашылықтар мен кооперативтік ұйымдар үшін құрылады. В текущем году выделено порядка 200. Биыл 292 миллиардқа жуық теңге бөлінді. Мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығына субсидия бар. Сонымен қатар қаржылық құралдар бар. Өсімдік шаруашылығында тұқым, пестицид, гербицид алу және суаратын суды жеткізуге беріледі. Мал шаруашылығында асыл тұқымды мал шаруашылығы, сонымен қатар сүттің литрі мен еттің келісіне субсидия беріледі. Мемлекеттік қолдаудың тиімділігін арттыру аясында Ауыл шаруашылығы министрлігінде тиімсіз субсидиялар қысқартылады. Олардың қатарына өсімдік шаруашылығындағы негізгі субсидияларды, мал шаруашылығындағы өнімділік субсидиясын жатқызуға болады. Реформалаудың нәтижесінде 54 субсидияның 34-і ғана қалады. Жүргізілген талдау болжамды субсидиялаудың тиімділігі төмен екенін көрсетті. Біріншіден, ол ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін агротехникалар деңгейін, өндірілетін өнімнің өнімділігі мен сапасын арттыруға ынталандырмайды. Екіншіден, көбіне болжамды субсидия бойынша шешімді ведомствоаралық комиссия мүшелері егістіктің бар жоғын нақты тексермей қабылдайды. Үшіншіден, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері орындалған жұмыстың көлемін асырып көрсетеді. Оның өзінде өсімдік шаруашылығында базалық субсидияларды төлеу, минералдық тыңайтқыштар, тұқым, өсімдікті химиялық қорғау құралдары, несиелік ресурстарды беру секілді мемлекеттік қолдау шараларына басымдық беріледі. Етті мал шаруашылығын субсидиялау.
селекциялық және асыл тұқымды ет жұмыстарын жүргізу, отандық асыл тұқымды мүйізді ірі қараны сатып алу, шетелдік аналық мал басын алу, етті асыл тұқымды өндіруші бұқаны асырау, бағылған және бордақылауға жіберілген бұқаның бағасын арзандату, етті қайта өңдеу кәсіпорындарының сиыр етін арзандатуы, бұқаларды бордақылау шығындарын арзандату. Сүтті және сүтті етті мал бағуды субсидиялау. Мүйізді ірі қарада асыл тұқымды аналық мал басын алу, сүтті және сүтті етті тұқымды бұқалардың тұқымын сатып алу. Мүйізді ірі қарадағы аналық мал басын қолдан ұрықтандыру қызметін субсидиялау. Эмбриондарды алмастыру қызметін субсидиялау. Сүт өндіру құнын арзандату. Государственная поддержка рынка сбыта на каждый литр молока сдачу. Өткізу нарығын мемлекеттік қолдау сүттің әр литрін субсидиялайды, яғни санаттар бойынша қандай да бір сома төленеді. Ал олар сүт қабылдау кәсіпорындарына тапсырады. Бізде бірқатар сүт өңдеу нысандары бар. Олардың арасында келісімшарт жасалады және олардан күн сайын сүт өнімдері алынады. Қайта сатып алу жеке шаруашылықтармен жүргізіледі. Ал ірі шаруашылықтар сүт өңдейтін кәсіпорындармен келісім шартқа отырады және солармен жұмыс істейді. Мемлекет қазір шаруашылықтарға аналық мал басын күтіп ұстауға, мал азығына және сүт өнімдеріне субсидия беріп жатыр. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттері ауыл шаруашылығы техникасы мен малдың технологиялық жабдықтардың лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау бойынша кредиттік лизингтік шарттардың пайыздық мөлшерлемесі төмендетіледі. Айналым қаражатын толықтыру, негізгі құралдарды сатып алу және тағы басқа үшін ұлттық валютада 7%-ке, шетел валютасында 5%-ке. Мал шаруашылығы мен жем-шөп өндірісі саласында ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алу үшін ұлттық валютада жылдық 10%-ке және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің кредиттік жүктемесін және олардың банкроттық тәуекелдерін төмендету үшін 2013 жылдан бастап агроөнеркәсіп кешені субъектілерінің міндеттемелерін қаржылық сауықтыру шаралары іске асырылуда. Қаржылық сауықтыру шарттарында кредит беру мерзімін 9 жылға дейін ұзарту, сыйақы ставкасын 14%-ке дейін төмендету, оның 7% мемлекеттік бюджеттен субсидияланады. Сондай-ақ қаржы институттарының айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығаруы көзделген. Интенсивті бау-бақша шаруашылығын дамытудың салалық бағдарламасы аясында Ауыл шаруашылығы министрлігі 10 жыл ішінде 47 мың гектар алқапта қарқынды бау-бақша салуды жүзеге асыру және импорт алмасуды қамтамасыз ету міндетін қойды. Қарқынды бақтар орналасатын негізгі аймақтар Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстары. Оның сыртында көкөніс және картоп шаруашылығын сонымен қатар ішкі нарықты жыл 12 ай қолжетімді және сапалы өніммен қамтамасыз ету мақсатында жылыжай шаруашылығын дамытуға аса мән беріледі. Өсімдік шаруашылығындағы еңбек өнімділігін арттыру үшін сапалы тұқым тыңайтқыштар техника, өсімдікті химиялық қорғау қажет. Мұның барлығы дәл егін шаруашылығы платформасында жүреді. Бұл үшін биылдан бастап тұқым шаруашылығын субсидиялаудың жаңа схемасы енгізілді. Мемлекет фермердің тұқым сатып алуға кеткен шығынын 100% субсидиялайды. Өз кезегінде ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші егін жинағаннан кейін тұқым құнының 30%-ін қайтарады. Бұл кесте тауар өндірушіге жыл сайын сұрыптық жаңартуды, сұрыптық ауыстыруды жүргізуге мүмкіндік береді. Минералды тыңайтқыштарды субсидиялау процесі толығымен автоматтандырылған, ал бөлінетін қаражат көлемі 24%-ке өсті. Жылыжай өндірісін дамыту және республика тұрғындарының сұранысын қамтамасыз ету мақсатында салада тиісті шаралар қолға алынып жатыр. Мысалы, инвестициялық субсидиялау бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жылыжай кешенін салу және кеңейтуге кеткен шығынның бір бөлігін қайтару қарастырылған. Картоп сақтайтын қойма құрылысына, оны кеңейтуге қажетті қондырғыны алуға, тамшылап суару жүйелерін кеңейтуге жұмсалған шығынды өтеу де бар. Сонымен қатар, жабық топырақтағы көкөніс өндірісін дамыту мақсатында тыңайтқыштарды органикалықтардан басқа гербицид, биоагент және биопрепараттарды субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Жылыжай өндірісі, сондай-ақ көкөніс қоймаларын салуға басымдық берілген. Қазагро холдингінің еншілес ұйымдары осы тәрізді инвестициялық жобаларды несиелендіруге үлкен мән береді.
Биыл желтоқсан айында өткен үкімет отырысында ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаров тиімсіз субсидиялардан бас тартып, нәтижеге бағдарланған субсидияларға көшу арқылы қолданыстағы мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіруді ұсынды. Ауыл шаруашылығы министрлігі тұқым, тыңайтқыш пен өсімдіктерді қорғау құралдары құнының бір бөлігін арзандатуға бағытталған базалық субсидияларды қалдыруды көздеп отыр. 2017 жылдан бастап өсімдік шаруашылығындағы тауарлық спецификалық субсидиялар азайтыла бастады. Босатылған қаражат салада қалады, яғни олар азаймайды және ешқайда кетпейді. Асыл тұқымды аналық мал басын сатып алу, сондай-ақ импортқа тәуелді позициялар, сүт, құс еті, қант, қызылшасы сияқты басым бағыттары бойынша ғана субсидиялауға қайта бөлінеді, деді министр. Инвестициялық паспорттарды оңтайландыру есебінен шамамен 20 миллиард теңге ауыл шаруашылық техникасы мен жабдықтарын жаңарту, тауарлық сүт фермалары, бақтар, жылыжайлар, жемістер мен көкөністерді және тағы басқа сақтау инфрақұрылымы сияқты басым бағыттарға қайта бөлінетін болады. Барлық өзгерістер бұрын қабылданған 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Атап айтқанда, бұл құжат бойынша бастапқыда 2019 жылдан бастап өсімдік шаруашылығында, ал 2020 жылдан бастап мал шаруашылығында тауарлы спецификалық субсидиялардан бас тарту көзделген. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Омаровтың айтуынша, отандық асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу субсидияланады. Сондай-ақ министр 2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында шикізат базасын дамытуға баса назар аударатынын атап өтті. Мемлекеттік бағдарлама аясында сүтті және етті мал шаруашылығында фермерлік шаруашылықтарды несиелендірудің арнайы бағдарламасы іске қосылды. Айта кету керек, бұрын субсидия тек шетелдік ірі қара мал сатып алу үшін ғана берілетін. Бүгінгі таңда ведомство отандық асыл тұқымды ірі қара мал басын отандық репродукторлардан сатып алуды субсидиялауға мүмкіндік беретін ережелерге өзгерістер енгізді. Бұл ретте субсидиялар аванстық төлемдерге аударылады және фермерлерге отандық асыл тұқымды сатып алуға кредит беру кезінде бастапқы жарнаны және кепілмен қамтамасыз ету бойынша барлық мәселелерді алып тастайды. Екі 2020 жылдан бастап ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды жүргізуге арналған бизнес шығындарын субсидиялау жүзеге асырылатын болады. Инвестициялық субсидиялар машина трактор паркін жаңартуға ынталандыратын болады. Импорт алмастыру мен экспорттық әлеуетті іске асыру мәселелерін қоса алғанда, агроөнеркәсіптік кешен саласындағы кәсіпорындарды жаңартуға және жаңаларын құруға ықпал етеді. В фининструментах у нас есть такие виды субсидий, как инвестиционные субсидии, субсидирование процентной ставки, это в лизинг, это, допустим, если... Инвестициялаудың субсидиялау, лизингтегі пайыздық мөлшерлемені субсидиялау сияқты қаржы құралдары. Егер фермер техниканы банктен лизингке алатын болса, оның 10%-ын мемлекет субсидиялайды. Инвестициялық субсидия техника сатып алу, зауытты кеңейту, жалпы басымдық берілген бағыт 38 паспорт бойынша 25% субсидияланады. 2014-2018 жылдар аралығында, яғни 5 жылдың ішінде 22,5 мың инвестор субсидия алды. Оларға төленген субсидия сомасы 169 миллиард теңгеге жетіп жығылады. Мемлекеттік қолдау шаралары ретінде салық салу жүйесіндегі қазіргі жеңілдіктерді айтып кетуге болады. Мысалы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтері фермерлік шаруашылықтарға арналған арнайы салық режимі бар. Арнайы салық режимін қолданып отырған ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер мен ауыл шаруашылығы кооперативтеріне салық соманы 70%-ке дейін азайту қарастырылған. Бұған ауыл шаруашылығы мақсатына жататын жер салығы, жер учаскелерін қолдану салымы, қосымша құн салығы жатпайды. Фермерлік шаруашылықтар мен шаруа қожалықтары үшін 0,15%-тен 0,16%-ке дейін мөлшерлеме бойынша бірегей жер салығы бекітілген. Шаруа қожалықтары немесе фермерлік шаруашылықтар жеке табыс салығы, әлеуметтік салық, қоршаған ортаға келтірген зиян төлемі, жер салығы және жер учаскесін қолдану салығы, көлік пен мүлік салығынан босатылған.